Әке, маған жылқы туралы айтып бересіз ба? Айтып берейін балам. Жылқы төрт түліктің бірі. Жылқы иесі қамбар ата. Қазақ халқында жылқыны ерекше құрметтеп, қасиеттеп, жоғары бағалаған. Жылқы жасына қарай құлын, тай, құнан, дөнен, айғыр болып бөлінеді. Бұрынғыда қазақ батырлары әрқайсының өздерінің жылқылары және олардың аттары болған. Мысалға алатын болсақ, Қобланды батырдың Тайбұрлы, Алпамыс батырдың Байшуары, Райымбектің Көкойнағы, Кенесары ханның Ақтаңгері және Қабанбай батырдың Қубас деген жылқылары болған. Бұл аттар жай ғана аттар емес, жүйрік, сұлу әрі батырдың ең жақын досы бола білген. Жылқы қасиетті жануар. Жылқы қымызы денсаулыққа шипа. Ол қырғы ауруға ем және жылқы еті өте дәмді. Сондай-ақ жылқы бізді қауіп қатерден қорғайды. Бұрындары ата-бабамыз жылан жоламасын деп қастарына жылқыны байлап қойған екен. Не болмаса ата әбзелдерінің жандарына жатар кезде жерге төсек қойды екен. Сол кезде жылан, жәндік, нелер жоламайды екен. Сонымен бірге ат үстінде жүрген адамның буынның ауруына шалдықпайды екен. Ал енді ұлым жылқыға сені мінгізіп ауылымызды бір аралап қайтайық. Жарайды, әке. Болмайды намысым кем, қасіреттің шырмауын білдірмекен. Қасиеттің бойына бәрі сіңген. Әкеден биік бармадам, тау тұлғасына таңғалам. Жан гүлін арнап анама, тағдырын бізге арнаған. Әкеден биік бармадам, тау тұлғасына таңғалам. Жан гүлін арнап анама, тағдырын бізге арнаған. Мен жылқы туралы көп нәрсе білсем, әкеме рахмет.